Өзінің аты Диар емес, Гарри Поттер деп атап кетті. Бұл Гарри Поттер қойылымын қою кезінде болды. Кастинг жарияланған кезде өзі бір ерекше дауысы да, дикциясы да әдемі қойылған бір баланы таңдаған болатынбыз. Ол баланы киіндірген кезімізде тіп-тік фильмдегі Гарри Поттерден аумай қалды. Сондықтан да болар дәл қазіргі уақытта бүкіл мектеп барлығы, оқушылар да, ұстаздар да оны өзінің аты Диар емес, Гарри Поттер деп атап кетті. Мен 5-ші сыныптағы оқушымды жарысқа жіберіп жатқан кезде сәттілік тілеу барысында break-a-leg деп сәттілік тілеген ағылшын тіліндегі идиомамен. Сөйтсем, оқушы маған таң қалып, апай мен буллинг жасамаймын дейді ғой. Сондағы басқа мағынада түсінген болып шықты. Еркіндікті сезініп, мектептегі әр пәннің сырын ашуға тырысар едім деп ойлаймын. Мұғалім болмағанда елші болатын едім. Ұстаз болу бұл өнер.